Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында осындай керемет, дәмдеген, өте күшті болып шығатын белгіші бірге дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеомды толықтай соңына дейін қарап, өз пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, жылы суымызды құямыз. Тұзымызды және қантымызды саламыз, құрғақ ашытқымызды саламыз, және сұйық майымызды құямыз. Мен көз мөлшермен құйдым. 2-3 ас қасық құйсаңыздар жеткілікті болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған сұйығымыздың үстіне аз-аздан електен өткізіп, ұнымызды сала отырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырларымыз орташа қамыр болып шығуы тиіс. Жұмсақ болып кетсе, жұмыс істеуге өте ыңғайсыз болады. Қатты болса, белгішелеріміз дұрыс шықпайтын болады. Сол себепті орташа қамыр жасайтын боламыз. Толық рецепті достар, төменде описание бөліміне қалдырып кетем. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Міне қамырларымыз дайын болып шықты. Тағы да аздап май құйып, қолымызбен жақсылап басып, бетіне осылай стричпен жауып, немесе пакет кигізіп, жылығып орап, бір шетке қалдырып қоясыздар ашығанша. Осы уақыт аралығында арасына қосатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін біздегі тартылған ет және пияз қажет болады. Пиязымызды майдалап турап, фаршымыздың үстіне қосып, дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Менің фаршым майлы болғандықтан ешқандай артық май қоспадым мен. Енді фарштарыңызға қарап көресіздер сіздер. Міне осымен дайын болды. Бір шетке қойып қоямыз. Қамырымызды көреміз. Менде 40 минутта ашып шықты. Ыдысымыз міне толып, өте әдемі болып ашыды қамырымыз. Ыдысымыздан босатып алып, ыңғайлы етіп, осылай колбаски форма жасап, барлығын біркелкі етіп, кесіп шығатын боламыз енді қамырларымызды. Егер де сіздерде таразы болса, осылай барлығын бірыңғай етіп, өлшеп алсаңыздар, барлық белгішелеріңіз бірдей болып шығады. Міне барлығын бірыңғай етіп өлшеп алдым, және домалақ форма жасап қойып қойдым. Енді шетінен алып, қамырларымызды жаятын боламыз. Орташа қылып жаясыздар қамырларыңызды. Қатты жұқа болмауы керек, қалың да болмауы керек. Енді арасына салмасын салып, кішкене қолымызбен жай жібереміз, және қамырымыздың бір шетінен бастап, осылай түйіп, айналдырып шығатын боламыз. Және ортасынан кішкене ашық жер қалдыратын боламыз. Міне осымен белгішелеріміз дайын болды. Осындай дөңгелек әдемі форма болды. Тағы біреуін көрсетіп жіберейін. Салмасын арасына салып, қолымызбен кішкене басып жіберіп, бір қолымызбен айналдыра отырып, шетін осылай түйіп қысып шығатын боламыз. Және ортасынан кішкене ашық жер қалдыратын боламыз. Барлығын осылай түйіп аламыз. Енді қазанымызды отқа қойып, майымызды құйып қыздырып аламыз. Қызып тұрған майымызға белгішелерімізді салып, жақсылап қызарғанша қуырып, пісіріп алатын боламыз. Және ортасына кішкене майдан құйып жіберсеңіздер, еті деген таза пісіп шығатын болады. Қызарған соң келесі бетін аударып, барлығын солай пісіріп алатын боламыз. Жасалу өте оңай достар. Міне әп-әдемі қып-қызыл болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Арасы толықтай пісті міне. Еттеріміз де пісті. Қамырларымыз да өте керемет болып, пышный болып шықты. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жандағы қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Және лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.